Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгін катокқа шықтық, сырғанайық деп. Шықтық дегенде катогымыз үйден шыға салған жерде 20-30 метр ғана жүреміз. Үйден шықсақ осындай катоктарымыз дайын. Өзіміздің бұрын қалада тұрған кезде арнайы өстіп катокқа баратынбыз, бір күнімізді арнап. Ал қазір өзіміз қалаған уақытымызда шығып катокқа келе береміз. Енді күн жылыса, қардың бәрі еріп кетсе, каток уже болмайды ғой деп, сырғанап алайық деп, бүгін баллондарымызды алып шықтық. Өзіміз де балынша қуанып, айғайлап, адреналин алып сырғанадық. Қыстың күні міндетті түрде катокқа бару керек деп ойлаймын. Әр мезгілдің өзінің осындай қызықтары болады ғой. Біз жаққа қаладан келеді көбінесе адамдар. Біз қайта осы жақын жерде тұрамыз, қалаған уақытымызда келеміз. Егер катокқа биылдыққа әлі бармаған болсаңыздар, міндетті түрде барыңыздар. Шымкент, Қызылорда жақта тұратын кісілерде енді қар қатты қалың жаумайды ғой. Алматыға қыдырып келсеңіздер, Алматыда бірнеше цивилизованный керемет катоктар бар. Сол жаққа барсаңыздар да болады, демалыс орындарына. Біз енді есігіміздің алдында тұрғаннан кейін осы жерде күнделікті сырғанаймыз.